жиналып отырған қонақтар, құрметті кешегі шәкірттер, біздің қанатқа отырған болашақ мектебінің түлектері, бүгінгі мына тойға қадам басып келе отырған қадамдарыңыз құтты болсын. Құдай қаласа, мына кеше ғана біздер ағай боп, апай боп, сіздер жаңағыдай оқушы болып жүрген мұнда Төлеевалар отыр екен, қонаққа келіп отырған. Құдай қаласа, Бажан деп, бұрыннан да мен өз оқушылардың бәрін айтып жүруші едім жаңағы. Фамилиясын кейде ұмытып қаламын да, аты жөндері жасы еске сақталған. Енді мына келген қадамдарыңыз құтты болсын, Құдай қаласа. Енді бәрінен бір мына нәрсені қазір ескертіп айтып қойғым келіп тұр. Өзі күнбеден ауысып тұратындығы сияқты бұрынғы бір жаттанды тірліктер бар. Мынау асабалықтың ішінде, мынау той басқарудың ішінде және де басқалай деген сияқты. Соны біз басқа бір жағынан көрсек бүгін. Ол жаңағы біздің басында айтып кететін бір асабамыздың өзі айтып жүретін жақсы сөзі бар. Сол сөз бұлай деп басталып аяқталады да. Жаңа 40 жыл мұғалім болған кісіменен 40 жыл қойшы болып келген кісі екеуі жаңағыдай құда жекжат болып жатқан көрінеді, қыз алып қыз беріп бір-біріне. Сосын жаңағы асаба жігіт ортаға шығып, алдыменен жаңағы мұғалім сөйлепті дейді, 45-тен асырып, жұрттар сағатына қарап, біраз әрбір қыдырыстап қайтып жатыр дейді. Бұның сөзі таусылғанша біраз ойнап келейік деп. Оның сөзін зорға тауыстырдып, жаңағы асаба мырза барып, өктеп, енді микрофонды алып, енді жаңағы 40 жыл қойшы болған құдаға, қыз беріп отырған құдаға айтып жатқан ұқсайды. Көке, сізге бір кішкентай айтатын өтінішім бар, сол өтініш былай болсын. Мынау айтайын деген сөзіңізді қысқа тез айтыңыз да қойсаңызшы деп. Соны енді қайтсын. Жаңағы мейлі онда деп, мен онда әңгімені былай бастайын депті да, мен баяғы 25-ші съезге делегат болған кезінде деп анау жағынан тартып қалып айтады дейді. Көке, оны айтпаңыз деп. Сосын бір кезде анау кісі айтты, мен былай сен айтайын. Одан бере керегін айтсаңшы деп. Бүгінгі жақынырақ болды. Сөйтсе анау кісі айтады дейді. Баяғыда анау обкомның бірінші секретары келіп жатқан кезде біздің жаңағы қойды қайнағайды егіс тапқан еді деп, баяғы бір обкомның секретарларын айтып бастады. Анау кісі тағы тапсып алып айтады дейді. Көке, сөз айтыңызшы, ең қысқа десе. Қой балып қой енді. Не айтайын, бәрін айтты, бірін айт. Мынау қызым бүгінгі тапқан күйеуі құтты болсын деген екен. Сол айтпақшы, біз әңгімені қысқасынан, төдесінен айтып отқан себебіміз де сол. Бүгінгі тізгін жастардікі, бүгінгі ойын, той, думан, бүгінгі сөз, өнер, ол жастардікі. Біздің тірлігіміз тек қана жаңағы мынау болашақ мектебіндегі қазіргі жаңа үрдіске айналып отырған бұл түрлі жаңа әдістерді пайдаланып отыр ғой, сол сияқты. Бүгінгі біздің айтайын деп отқан нәрсеміз, ұсынысымыз сол. Біз додаға жаңағы әңгімені тастаймыз, қалған әңгіменің барлығы жастар өздеріңізде. Бүгін сіздер өнер көрсететін, айтатын әңгімеңізді мынау Нұрмаханға айтатын. Бүгін айтылмай қалған сөздеріңіз болса, кейін Нұрмаханды Астанадан, әйтпесе басқа үлкен қалалардан қуып жүрмеңіздер. Мен сол сөзді айта алмай қалып едім сағынызға кездерде. Сондықтан бүгін айтып алыңыздар. Бүгін көрсететін өнеріңіз болса көрсетіп алыңыз. Алдымен енді сіздер мынау жағдаяттан пайдалана отырып, бәріңізді мынау ұлттық бірыңғай тестті жақсы тапсырып, ата-анаңызды қуантып, сондай бір көңілдерінен шығып, былайша айтқанда тырнақшаның ішіндегі қыл көпірден аман есен өтіп, жүректеріңізді орнына қойып, бүгінгі мына тойға бір жақсы бір пейілмен, жақсы бір көңілмен келіп отырғандарыңызға өте қуаныштымын көріп отырғаныма. Тойларыңыз құтты болсын, және мынау қаққан қанаттарыңызда мықты болсын деп тілейміз. Ал енді сөздің басы ассалау деген сияқты, сөздің басын біз әрине мынау мұхит болсын, теңіз болсын, дария болсын, барлығының бастауы жаңа бұлақ дейді ғой. Сол осы тойдың арғы жағында жаңа бұлағы болып отырған, жағасындағы құлағы болып отырған осындағы атасы, апасы, негізінен Нұрмаханға және басқа да інішектеріне, осы кісінің балаларына
Жарым үйдө